Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында тұшпара дайындайтын боламыз. Пельмени, яғни табағымызға кішкене сұйық май құйып аламын. 1-2 қасық шамасындай тұз саламыз, 1 жұмыртқа саламын. Және жарты кружкадан астам су құямын. Осыны араластырып аламын да, үстіне оны салып қамырымды илейтін боламын. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды илеп болдық. Бетін жауып, жарты сағат, 1 сағат көлеміне қоямыз июнь қануына. Мына қамырымызды алып, қайтадан июнь қандырамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді начинка дайындаймыз. Яғни менде сиыр еті, фарш, үстіне мен құйрық май тураймын. Піскен құйрық май саламын. Және пиязды маған теркадан өткізіп алып, майдалап тураған солай ыңғайлы. Пиязымызды саламыз енді үстіне. Татымына қарай тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Осыларды алып, енді жақсылап араластырамыз. Енді июі қанған қамырымызды алып, жақсылап біркелкі етіп, жұқалап жайып аламыз. Оқтауымыздың мүмкіндігінше 2 шетінен ұстап жаямыз. Менің қолым орта беліне қарай кетіп қала береді. Үйреніп қалған әдіс. Мына бір тегіс жұқа қамырымыз дайын болып қалды. Енді оны алып, пельмені кесуге осылай жіңішке етіп қамырымызды кесуге дайындап аламыз. Пышақпен бөлеміз енді. Енді кесіп алған қамырларымызды енді ұзынша етіп, ұзынша болды, яғни осыны алып бір-бірінің үстіне қойып, тағы да кесіп аламыз. Мына пельменімізді түюге қамырымыз дайын. Камера жақын тұрғанға тестамыз сәл көлемі үлкендеу болып көрініп тұр. Негізі олай емес. Түю жолын көрсетіп жатырмын. Екі түрлі қылып түйілген. Пельменіміз сочный болу үшін фаршқа міндетті түрде піскен құйрықты саламыз. Әйтпесе таза фарштың өзі болса, таза ет болса,
дәмі аса жақсы шықпай қалады. Міне пельмендерімізді түйіп алдық. Қандай керемет бәрекелді болып тұр. Тамақ істеуге ерінген кезде бізге ең күшті көмекші осы пельмени болады. Оны морозильникке салып, мен көбінесе пластмасс крышкаларға, қақпақтарға бүккендерімді үстіне қоям, себебі жаңағы қатқан пельмени тез алынады. Мұны пакеттерге бөліп салып аламыз. Қажет кезде, тамақ істеуге ерінген кезде тез көмекке келетін осы түшпарамыз дайын болды. Өйстіп дайындап сақтап қойсаңыздар болады морозильникте. Піскен түшпарамызды қайнап тұрған суда 8 минут пісіріп аламыз.